Саран гуманитарлық техникалық колледжі Қазақстандағы педагогикалық кадрларды даярлайтын танымал оқу орындарының бірі. Колледждің тарихы шамамен 100 жылды құрайды. Бүгінде бұл 96-шы колледж түлектері. Біз осы Абай Құнанбаев атындағы жоғары оқу орнына 2017 жылы түскен түлектерміз. 2017 жылы түсіп, биыл бітіріп жатырмыз. Яғни біз осы оқу орнынан ұстаздарымыздан көп өнерді, сабақты, өзіміздің мамандықтарымызға қатысты дүниелерді үйреніп, болашақта сол заттарды болашақ келешек ұрпаққа үйрету мақсатымыз, соны жоспарлап отырмыз. Жалпы біздің оқу орнымыз биылғы жылмен көп нәрсемен сабақтаса байланысқан. Оның ішінде бір ғасырға толып отыр оқу орнымыз. Одан кейін тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы бар. Тағысын тағы мерекелермен тұспасы келіп отырған жыл болып тұр. Салтанатты іс-шара колледж қабырғасында өтті, алайда барлығы дерлік қатыса алмады. Қалғандар үшін бітіру кеші онлайн форматында ұйымдастырылып отыр. Алайда онлайн форматында ұйымдастырылған шара кештің маңыздылығын жоғалтпады. Дәлірек айтсақ, колледж түлектері концерттік бағдарламаны үйден шықпастан орындап беріп отыр. Биыл Саран гуманитарлы техникалық колледжін 250 жаңа маман бітіріп жатыр. Бүгінгі өтіп жатқан шарамыз енді мына пандемияға байланысты онлайн форматта өтейін деп отыр. Жалпы бұрынғы осының алдыңғы жылдарғы түлектерде ерекше сондай бір соңғы қоңырау мерекесі үлкен бір мереке болып аталып өтілетін. Енді бүгінде сондай эмоцияны беруге тырысамыз, ешқандай жаңағында кедергіге қарамастан. Бітіру кешінен кейін барлық сақтық шараларын сақтай отыра, студенттер емтихан тапсырмақ. Әрі қарай жаңа мамандар ересек өмірге жол ашады. Ақсәуле Селхан, Рустам Бараев, Наталья Зайц, 5-ші арна.